Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы оларға осы есімдер неге берілді? Грамматикалық тақырыбымыз дай, дей, тай, дей жұрнағы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Болсын, жаңалық, керегесі кең, қоныс тойы, шаңырағы биік, шын аты, Үндістан. Грамматикалық тақырыбымыз дай, дей жұрнағы. Есім сөзден туынды сын есім жасайтын жұрнақтар. Мысалы, Нұрсұлтандай әдемі қала жоқ. Жасалуы зат есімге дай, дей, тай, дей жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, ол баладай қуанды. Зат есімге тәуелдік жалғану арқылы және оған дай, дей, тай, дей жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, сені інімдей көремін. Диалогтарды оқыңыз. Бірінші диалог. Раушан, қандай жаңалық бар? Ертең диплом аламын. Дипломың құтты болсын, жемісін көр. Жұмыста табысты бол. Рахмет, бәке. Өзің қалайсың? Не істеп жүрсің? Кеше мен әке болдым. Сәбиіңнің бауы берік болсын. Рахмет, айтқаның келсін. Екінші диалог. Әлеке, қалайсыз? Бәрі аман. Сіздерді қоныс тойымызға шақырамыз. Жексенбі күні қонаққа келіңіздер. Үй алдыңдар ма? Иә, пәтер сатып алдық. Пәтерлерің құтты болсын. Керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Отбасыларыңа зор денсаулық тілейміз. Рахмет, әлеке. Диалогтардағы ақпараттарды кестеге жазыңыз. Тиісті қосымшаны қосыңыз. Тексеріңіз. Тиісті сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Менің есімімді Дәурен ағайдай беделді болсын деген ниетпен көкем қойды. Оның атын Бақыт әжесіндей бақытты болсын деп қойды. Мен немеремнің атын Күләштай өнерлі болсын деген ниетпен қойдым. Жамбылдай 100 жасасын деп атам ұлыма атақты ақынның атын қойды. Үй тапсырмасы. Берілген хатқа жауап жазыңыз. Сәлем, бәке. Қал қалай? Өзім жақсымын. Отбасым да аман есен.
Мен өз фирмамды ашқым келеді. Онда фотостудия, шаштараз, сән салоны болады деп ойлаймын. Барлық құжаттарды дайындап жатырмын. Сенен бір көмек керек. Фирмамды қалай атауды білмей тұрмын. Сенің ойыңша атау қандай болу керек? Мүмкін қос атау ма? Немесе тарихи атау ма? Сау болыңыздар.